Қайырлы күн, құрметті аналар, құрметті балалар. Бүгінгі біздің айтатын тақырыбымыз әңгімелесу барысындағы позитивті фразалар. Қандай позитивті фразалар екенін білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Қолдауыңызға рахмет. Жалпы адам әртүрлі болады. Соның ішінде бір көргеннен ұнатуды білетін адамдар бар. Ол қасиеті, ол өзінің туа біткен таланты көреді. Бұндай адамдарды сіз сұрастырып біліп, ол адам туралы жайлы біліп сұрастырып жатсаңыз, ол өзінің ортасына өте жағымды, бір энергичный, айналасындағы адамдармен жағымды сөйлеседі, сондай бір көңілді жүретін адам деп естіп жатасыз. Яғни ол адам кез келген ортада, кез келген топта, кез келген коллективте өте оңай тіл табысып кетеді. Бейтаныс адаммен қарым-қатынас орнатқан адам өзінің күшін, өзінің назарын, яғни өзінің күші мен вниманиесін сол бейтаныс адамға аударады. Внимание, қызығушылық, уақыт, таңданыс, шынайылық, бұның бәрі бір бағытта болады. Яғни табиғи қызығушылығы мен өмірлікке деген құштарлығы көбірек білуге, дамуға бағытталады. Ондай адамдардың ішінде мынандай бір ой болады. Мен басқа біреуді танып білу арқылы, яғни басқа бір бейтаныс адаммен сөйлесу арқылы, басқа бір заттарды зерттеу арқылы, басқа бір планеталарды білу арқылы мен өзімді одан ары дамытамын деген ой болады. Ал басқалардың көзінше ол былай болады. Басқалар мен туралы не ойлайды, мен жақсы киімдемін бе, адамдар маған қалай қарайды деп ойлайтын адамдар үшін позитивті адамның ойы басқаша таңғаларлық болып көрінуі мүмкін. Олай болса, сөйлесушінің жағымды күйінен туындаған кейбір сөздер мен сөз тіркестерінің әңгімелесушінің әңгімеге құштарлығын байқап көрейік. Яғни қарапайым фразалар бізді әрдайым позитивті әңгімеге әкеліп соқтырады. Яғни біз қаншалықты позитивный жауап берсек, соншалықты позитивный әңгіме дүкенді жалғастырамыз. Яғни әңгіменің басы дұрыс сәлемдесуден басталады. Яғни қазақта да айтады, о сәлем сөздің анасы деп жатады. Яғни мен сені көріп тұрмын деген вербалды емес сөзді, яғни да біз басқаша түрленген сәлемдесу жолдарымен жеткізсек болады. Мысалға, сәлем, сәлеметсіз бе, қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш, қош келдіңіз, қош болыңыз, қош көрдік деген түрлі сәлемдесу фразалары арқылы әңгімені ары қарай жалғастырып кетуге болады. Сондай-ақ сәлемдесу барысында, сөз арасында мынандай фразаларды айтуға да болады. Сізді көргеніме сондай қуаныштымын, сізді көргенім жақсылықтың нышаны болуы мүмкін. Сізді көріп жаным жадырап қалды деген сияқты фразалар әңгімелесуші адамыңыздың көңіл күйін көтереді, оған позитив сыйлайды. Сонымен қатар бір өтініш айтқан кезде, сұраныс айтқан кезде өтінемін, рахмет, сізге алғысым шексіз деген сияқты алғыс айту фразалары да адамның көңіл күйін біршама көтереді. Сонымен қатар оқасы жоқ, көмектесуге әзірмін, әрдайым көмек қолын созуға тырысамын деген сөздер де сіздің әңгімелесушіге риясыз көмектескеніңіздің белгісі болады. Яғни
жол беру бар ғой, есік ашқан кезде, машинаның есігін ашқан кезде ер адамдар әйел адамға жол беріп жатады, сізден кейін рұқсат болса деген сияқты. Ол да сізге деген әңгімелесушіңіздің сенімін арттырады. Яғни сіз ол адамға былайша айтқанда көмек тесіп жіберген сияқты, ол көмек ретінде қабылдайды. Сонымен қатар әр адамның түрлі лауазымдары бар ғой, сол лауазымдары арқылы өзінің сол адамдардың лауазымын атай отырып, оның қызметін, оның қоғамдағы орнын көрсету арқылы өз дәрежесінде сол адамның мысалы қандай мамандық иесі, сол бойынша, сол дәрежесі бойынша әңгімеге тартсаңыз да, ол адамға өте приятно болып тұрады. Мысалға, доктор, профессор, мысалға, доктор Малбағаров, доктор Қожамжаров деген сияқты, дәрігер, офицер деген сияқты әрбір адамның лауазымын сөзге қосып айтып кетсеңіз, ол адамға да жағымды естіледі. Яғни адамның лауазымы арқылы сіз оған өзіңіздің аса бір құрметіңіздің белгісі екенін көрсете аласыз. Енді бізді қызықтыратын қызықты тақырыптарға көшеміз. Былайынша әңгімеге тартқан кезде бір сарынды тақырыпта әңгіме айтып жатсаңыз, әңгімелесушіңізбен келесі әңгімеге басқа тақырыпқа ауысатын болсаңыз, онда фразаларды қолдансаңыз болады. Сіз маған айтасыз ба, сіздің белгілі бір жайт туралы тамаша бір тақырыбыңыз, тамаша бір әңгімеңіз бар деп естідім. Не болмаса әңгіме соңында, яғни әңгімелесушімен әңгімеңіздің аяғы жетіп қалған кезде, ой, бір керемет әсерлі әңгіме болды. Ал егер сіздің сол әңгіме барысында келіспейтін тұстарыңыз болса, онда былай жеткізуге болады. Бәлкім сіздің ойыңыз бұлай болмауы да мүмкін ғой деген сияқты өзіңіздің возражениеңіз болып жатса, солай білдірсеңіз болады. Сонымен қатар сол әңгімелесушіңіздің сізге белгілі бір уақытта айтқан ақыл кеңесін құптағаныңызды былай білдірсеңіз болады. Маған сіздің айтқан ұсыныстарыңыз бен кеңестеріңіз өте пайдалы болды десеңіз, ол адамға да бір керемет көңіл күй сыйлайды. Яғни ол кісіні қолдаған сияқты сезінеді. Сонымен қатар әңгімелесушіңіз дұрыс бағытта, дұрыс пайымдау, пайдалы дүниелер айтып жатса, оның сөзін әрдайым дұрыстап тұрғаныңыз дұрыс болады. Яғни сіздікі дұрыс деген фразаны айтсаңыз, әңгімелесушіңіз де, өзіңіз де көңіліңіз тыныш, екеуіңіз бір-бірлеріңізге позитив сыйлайсыздар. Соңында адамды танисыз ғой, әңгімелесіп болған екен, оның қандай адам екенін таныған кезде сіздің қандай жақсы адам екеніңізді байқадым десеңіз, ол адамға керемет көңіл күй сыйлайды. Ол адамға қалай айтсақ болады, уверенность сыйлайды. Бұл мақтау емес, бұл жағымпаздық емес. Әрине, жағымпаздық ол жиіркенішті нәрсе, ұсқынсыз нәрсе. Ал мақтау ол адамның өзіне лайықты бағасын беру, ол адамды мойындау, қандай да бір алғыс екенін жеткізу. Яғни ол адамның сізге көмегі өтсе, моральный қолдауын көрсеңіз, яғни сіз шынайы түрде оған мақтау айтасыз. Бұл жағымпаздыққа жатпайды. Егер сіздің жеке дәрігеріңіз, не болмаса заңгеріңіз, не болмаса психологыңыз сізге көмек ретінде жақсы кеңес берген болса, онда сіз бұл туралы естіген болсаңыз, оны жақсылап, дауыстап айтқаныңыз өте дұрыс болады. Сонымен қатар іскерлік әңгіме дүкен болып жатқан кезде, яғни іскерлік жиналыстар,
талқылаулар болып жатқан кезде қол астындағы менеджерларына, қол астындағы жұмысшыларына бастықтар қолданатын бірден бір сөз, яғни поддержка дейміз ғой, поддержка беретін сөз ол мынандай: сіз мұны өте жақсы істей аласыз. Ал егер келеңсіз бір жағдайлар туып жатса, яғни іскерлік кеңес болып жатқан кезде бір-бірімен келіспей жататын менеджерлар болады. Сол кезде сұрақты былай шешуге болады: бұны қалай шешеміз деп, яғни болып тұрған мәселенің, қиындықтың шешімін іздеу арқылы сіз өзіңіздің жоспарларыңызды, іс-сапарларыңызды, яғни бизнестегі немесе ортақ істі талқылаған адамдарыңызды өзіңізге жақын тартасыз, өзіңізге баурайсыз, былайша айтқанда. Яғни сіз қол астыңыздағы қызметкерлерге сенім бересіз. Сондай-ақ осы фразаны әзіл түрінде де, салмақты түрде де жеткізуге болады. Ал енді өзіміздің шекарамызды анықтау үшін мынандай фразалар айтуға болады: рахмет, мен алмаймын. Яғни ол сізге беріп тұрған сыйлығын риясыз деп қабылдасаңыз, яғни қандай да бір шарт сияқты болатын болса, онда сіз айтасыз: саналы қадамдарды орнату үшін ғана деген сияқты. Не болмаса, егер сіз қолыңыздан айтқан нәрсені, яғни айтқан уәдеңізді уақытында орындай алмайтындығыңызға көзіңіз жетіп тұрса, өзіңізге сенімсіздіктеу болып тұрсаңыз, орындалмайтын уәдені бере алмаймын деген фразаны қолдансаңыз болады. Не болмаса, категорически жоқ деген сөзді нақтылап, шегелеп айтсаңыз болады. Осымен мақтау, таң қалу, өтініш, қызығушылық этаптарынан өттік. Яғни қандай ашық болсаңыз, соншалықты жабық бола аласыз. Яғни сіз жоқ деген сөзді айта отырып, өзіңіздің құнды адам екеніңізді көрсетесіз. Яғни самооценкаңыздың жоғарылауына, самооценкаңызды сақтап қалуға бірден бір, яғни бас салып, сіздікі дұрыс, сенікі жөн деп бас ие беруге болмайды. Яғни сізге ұнамайтын тұстары болса, яғни іскерлікте, қарым-қатынаста сізге ұнамайтын тұстары болатын болса, жоқ деп отказ айтуға болады. Ол кезде әңгімелесушіңіздің ойында мынандай ой қалыптасуы мүмкін: мына кісі маған соншалықты қызығушылық танытып еді, сонымен қатар маған отказ жасады, яғни маған жоқ деп айтты. Бұл кісі сонда кім болды екен? Яғни сізге деген қызығушылығы арттырады, сіздің өмірлік ұстанымдарыңызды, өмірлік көзқарастарыңызды одан ары қарай білгісі келеді қарсы әңгіме айтушы сізге. Тағы да шекарамызды, өз границамызды анықтайтын тағы да бір сөздер бар. Неге жоқ? Яғни сізге қарсы әңгімелесуші сізге жоқ дегеніңізге қарсы сұрақ қоюы мүмкін: неге жоқ? Не болмаса құттықтаймын, не болмаса толығырақ айтсаңыз, тағы да мен сізге сенемін, біз біргеміз. Болмаса тағы да бір вариант болады: мен сізді таныстырғым келеді басқа адаммен, яғни өзінің әріптесі болуы мүмкін, не болмаса өзінің жолдасы болуы мүмкін, өзінің бірге отырған достары болуы мүмкін, әртүрлі адамдар болуы мүмкін. Яғни таныс адам бейтаныс адамды таныстырып жатқан кезде осындай фразаларды айтуға болады. Байқағандарыңыздай, позитивті жауап берудің бірден бір құпиясы хабарды жағымды етіп жеткізу. Яғни сіз бірінші қадамды жасасаңыз, сол сіз сөз тіркестерін, жалғасын сіз тез ойлап табасыз. Яғни айтылған видеодағы айтылған фразаларды сөзіңізге қосып отырсаңыз, сөз басында, сөз арасында, сөз соңында, яғни әңгіме арасында қосып отырсаңыз, сіздің айтып отырған әңгімеңіз андай
өте әсерлі болады, жүрекке оңай жетеді, адамдар дұрыс жағымды қабылдайды. Кіммен сөйлесесіз, кіммен бақыттысыз, сол адамдармен сөйлесіңіз.